26 июнь халықаралық нәшебентлікке қарсы күресу күні. Осы мөнәсебетпенен Өзбекстан көлеміндегі барлық жоғары оқу орындары студенттері арасында нәшебентлікке қарсы күресу һәм саламат тұрмыс тәрізін үгіт-насихатлауға бағдарланған «Жасылар нәшебентлікке қарсымыз» таңлауының республикалық финал басқышы болып өтті. Таңлауға Әжінияз атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтының студенттері де қатынасып, мөнәсіп орын иеледі. Студент жастардың нәшебентлікке қарсы күресу бағдарындағы білім һәм көлікпелерін бақылау, жоғары оқу орындарында нәшебентліктің зиянлы ақыбетлері хақына түсініктерді кең үгіт-насихатлау, сондай-ақ дөретушілік арқалы саламат тұрмыс тәрізін ең жайдыруды мақсат еткен таңлауға аймақлық басқышларда жеңімпаз болған һәм сыйлы орындарды иелеген 30 команда қатынасты. Қатынасушылар шығарма жазу, сурет салу, қысқа видеороликлер, сахналық көрініс шартлары тикарында өз қабілеттерін көрсетуге харекет етті. Әлбетте бұл біз үшін үлкен жетістіктік, тек қана біз үшін емес, институтымыз үшін, Қарақалпақстан Республикасы үшін, ата-аналарымыз үшін да үлкен жетістіктік десем қателескен болмаймын. Бұл таңлау бізге үлкен мотивация болды және кейінгі таңлауларда бізді және де күшлі даярлануға, бірінші орында алуға бізге үлкен түрткі берді десем қателеспеген боламын. Біздің қуанышымыз, расын айтсам, шексіз. Ең қуанышылысы таңлау жұмағында Әжінияз атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтының студент жастары сыйлы екінші орынды иеледі һәм шүркілме сүрушілер тарапынан диплом, сондай-ақ 150 миллион сом мұғдарда ақшалай сыйлықланды.